Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалу жолы өте оңай, іші сочный болып, сырты қытырлақ болып пісетін KFC-лардың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып отырыңыздар. Бізге ең алдымен тауық қанаттары немесе аяқтары қажет. Менің жағдайымда тауық аяқтары. Енді оны жақсылап маринаттаймыз. Тұз, қара бұрыш, паприка, ащы қызыл бұрыш және соевый соус қоямыз. Және бір ас қасық бал қосамыз. Біздің дәмдеуіштеріміз тауық аяқтарының бүкіл жеріне жетіп, енгенше барлық жерін жақсылап араластыратын боламыз. KFC-ларыңыз ащылау болған қаласаңыздар, қызыл бұрышты көбірек салыңыздар. Мен балаларға беретін болғандықтан кішкене аздау етіп салдым. Маринатымызды 2-3 сағат холодильникте қалдырамыз, немесе мен секілді түнімен холодильникте қалдырсаңыздар болады. Маринад өте күшті болып шықты. Ең алдымен жұмыртқаға, содан соң ұнға, қайтадан жұмыртқаға ұнатамыз. Және ең соңында панировочный сухариге ұнатамыз. KFC-ларымызды орташа отта екі жағын қызартып пісіреміз. Екі жағы да қызарған соң, сырты қытырлақ болған соң, біз ішін таза пісіруіміз керек. Сол үшін жай отта 15 минутта пісіреміз. 15 минуттың ішінде осылай бүкіл KFC-ларыңыздың іші де, сырты да таза пісетін болады. Неге KFC-ларымыз дайын, өте оңай жасалынады, ал нәтижесі сізді қуантады. Неге KFC-ларымыз өте күшті болып шықты. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер мен рецепттермен жасап жатсаңыздар, төменге жазып кетіңіздер комментарийға. Қош сау болыңыздар.